Тұрғын үй төлемдерін алушылар назарына. Пәтер жалдау ақысын төлеу үшін ұзақ мерзімді тапсырманы өз бетіңізбен қалай жасауға болады? Сіздің тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде пәтер жалдау ақысын төлеуге қажетті арнайы шотыңыз бар ма? ЖССБ 24 интернет банкинг арқылы ұзақ мерзімді тапсырманы рәсімдеу оп-оңай. Ол үшін не істеу керек? Алдымен интернет банкингте тіркелу қажет. Ол үшін қолыңызда жеке куәлігіңіз немесе балама кодыңыз болу керек. Балама код депозит ашқан кезде берілетін сертификатта көрсетілген. Интернет банкингте тіркелген соң, жеке кабинетіңіздің сол жағында орналасқан арнайы шот бөліміне кіріңіз. Одан кейін ұзақ мерзімді тапсырманы рәсімдеу үшін сізге келесі құжаттар қажет болады. PDF форматындағы сканерден өткізілген пәтерді жалға алу келісім шарты, жалға берушінің IBAN шоты, жеке сәйкестендіру нөмірі немесе бизнес сәйкестендіру нөмірі және банк атауы, және арнайы шоттағы тұрғын үй төлемдері. Экранның оң жақ бұрышындағы операциялар бөлімін таңдасаңыз, пәтерді жалға алу несие бойынша бір жолғы тапсырма және пәтерді жалға алу несие бойынша тұрақты тапсырма бөлімдерін көресіз. Егер сіз болашақта пәтер жалдау ақысының пәтер иесіне автоматты түрде аударылып отыруын қаласаңыз, онда пәтерді жалға алу несие бойынша тұрақты тапсырма қызметін таңдаңыз. Егер сізге өткен айдың пәтер жалдау ақысын төлеу қажет болса, пәтерді жалға алу несие бойынша бір жолғы тапсырма қызметін таңдаңыз. Пәтерді жалға алу жөніндегі тұрақты тапсырманы толығырақ қарастырайық. Қаражат аудару мақсаты терезесін табыңызды. Пәтерді жалға алу бөлімін таңдаңыз. Әрі қарай сізге келесі жолдарды толтыру қажет. Аударылатын қаражат сомасы, келісім шарт нөмірі, пәтерді жалға алу келісім шартының басталу мерзімі, пәтерді жалға алу келісім шартының аяқталу мерзімі. Аударылатын қаражат сомасы келісім шартта көрсетілген ай сайынғы пәтер жалдау сомасынан артық болмау керек. Енді пәтерді жалға алу келісім шартының сканерден өткізілген нұсқасын жүктеу керек. Назар аударыңыз, келісім шарттың сканерден өткізілген нұсқасы бір файл түріндегі PDF форматында сақталуы тиіс. Бірнеше файлды ұсынған сілтемеден өтіп біріктіруге болады. Енді тек төлем туралы мәліметтерді толтыру ғана қалды. Қаражат аудару күнін таңдау терезесінде пәтер жалдау ақысын төлеу мерзімін көрсетіңіз. Қаражат аударатын күні сіздің шотыңызда пәтер жалдауға қажетті соманың болуын қадағалаңыз. Пәтерді жалға берушінің келісім шарттағы IBAN шотын алушының есеп шоты терезесінде көрсетіңіз. Назар аударыңыз, пәтерді жалға берушінің банк картасының нөмірі IBAN шоты емес екенін ескертеміз. Бұдан кейін қаражатты алушы банктың атауын, сондай-ақ келісім шартта көрсетілген пәтерді жалға берушінің жеке сәйкестендіру нөмірін немесе бизнес сәйкестендіру нөмірін көрсетіңіз. Мәліметтерді жібермес бұрын оларды тағы бір тексеріп шығуыңызды өтінеміз. Осыдан кейін төлем тапсырмасы тексеруден өтеді. Ол 3 жұмыс күні ішінде қарастырылады. Тапсырмаға қатысты мәліметті сіз жеке кабинетіңіздегі арнайы есеп шот бөлімінде біле аласыз. Егер жасаған тапсырмаңыз мақұлданбаса, онда қателік бар екенін ескертеміз. Тапсырманың мақұлданбау себебі банк түсініктемелері бөлімі мен пуш хабарламада көрсетіледі.
Егер сіз барлығын дұрыс жасасаңыз, жеке кабинеттің арнайы шот бөлімінде қолданыстағы тұрақты тапсырмалар қосымша беті пайда болып, ол жерде ұзақ мерзімді тапсырма туралы ақпарат көрсетіледі. Тұрақты тапсырманы жасағаннан кейін, біз сізге алдағы төлем туралы хабарламаны жіберіп, пәтер жалдау ақысын автоматты түрде аударып отыратын боламыз.